Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 89-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы қарапайым теңдеулер, теңсіздіктер. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Бірінші есеп А нұсқасы. Тура теңдіктер шығатындай x-тің орнына тиісті сандарды қой. Ол үшін біз теңдеуді шығарып аламыз. Бірінші теңдеу 45 қосу x тең 50. X тең қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда бізде x тең 5-ке тең болады. Тексереміз. 45 қосу 5 тең 50. 50 тең 50 шығады. Екінші теңдеуіміз 87 азайту x тең 80, яғни азайтуға берілген. Бұл жерде белгісіз азайтқыш. Азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда бізде мәні x-тің мәні 7-ге тең болады. Тексереміз. 87 азайту 7 тең 80. 80 тең 80. X көбейту 5 тең 40. Бұл жерде де қосу сияқты x тең, яғни көбейтіндінің мәніне бөлеміз белгілі көбейткішті. Сонда бізде 8 шығады. Тексереміз. 8 көбейту 5 40 шығады. 40 тең 40. Бірінші есептің ә нұсқасы. Әріптің орнына 10-нан кем қажет санды таңдап, тура санды теңсіздіктер жаз. Аның орнына 7-ні қойсақ болады. 7 артық 5-тен. Бұның орнына 8 артық 6-дан және 7 артық бұның орнына 4-ті қойсақ болады. 4-тен. Одан кейін к-ның орнына 8 артық 3-тен. Екінші есеп А нұсқасы. Теңдеудің шешуіне қара және есіңе сақта. X көбейту 3 тең 18. Белгісіз көбейткіш x-ті табу үшін көбейтіндінің мәні 18-ді белгілі көбейткіш 3-ке бөлу қажет. Міне бізде теңдеудің шығару үлгісі берілген. Осыған қарап біз екінші теңдеуді шығарамыз. Екінші теңдеу бізде y көбейту 4 тең 28. Y тең, яғни көбейтіндінің мәні 28-ді бөлеміз белгілі көбейткіш 4-ке. Y тең бізде 7 шығады. Енді тексереміз. Y-дің орнына 7-ні қоямыз. 7 көбейту 4 тең 28. 28 тең 28 болады. Үшінші есеп. Үлгі бойынша теңдеу құр және оны шеш. Бізде таразының оң жағында x килограмм, сол жағында 40 килограмм берілген. 8 есе артық деп тұр. Үлгіде, яғни 40 килограммды бөлеміз x-ге тең бізде 8 болады. X-ті табу үшін 40 килограммды біз бөлдік 8 килограммға. Сонда бізде x тең 5 килограмм шығады. Сонда жауабы 5 килограмм болады. Енді келесі есепті осы үлгіге қарап шығарамыз. Бізде таразының сол жағында y килограмм, яғни белгісіз. Ал оң жағы 35 килограмм, сол жағын басып тұр, яғни салмағы ауыр. 5 есе кем деп тұр. Енді біз не істейміз? 35-ті бөлеміз y-ге тең 5 шығады. Y-ті табу үшін біз 35-ті бөлеміз 5-ге, y тең 7. Енді тексереміз. 35 бөлу 7 тең 5. 5 тең 5. Сонда жауабы 5 килограмм болады. Төртінші есеп. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш. X бөлу 5 тең 8. X-ті табу үшін бұл жерде бөлінгіш бізде белгісіз болып тұр. Бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін көбейтеміз бөлгішке. Сонда бізде 40 шығады. Сонда 40 бөлу 5 тең 8. 8 тең 8 болады. Келесі теңдеу y бөлу 4 тең 9. Бұл жерде де бөлінгіш бізде белгісіз. Бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәніне көбейтеміз бөлгішті. Сонда бізде бөлінгіш шығады 36. 36 бөлу 4 тең 9. 9 тең 9. Келесі теңдеуде бізде бөлгіш белгісіз. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Сонда бізде 7 шығады. Тексереміз. 35 бөлу 7 тең 5. 5 тең 5. Бесінші есеп. X-тің орнына 27 санын қойып, теңсіздіктерді тексер. Барлық теңсіздіктер тура ма? 2 қосу 27 бізде 29 шығады. Яғни 29 артық 27-ден дейді. Бұл тура теңсіздік.
27 кіші 27 бөлу 1-ден дейді. 27-ні 1-ге бөлгенде бізде 27 шығады. Яғни бұл тура емес теңсіздік. Келесі 27 артық 1 көбейту 24-ден дейді. 24-ті 1-ге көбейткенде бізде 24 шығады. Яғни бұл тура теңсіздік. Келесі 27 кіші 28 бөлу 4-ден дейді. 28-ті 4-ге бөлгенде бізде 7 шығады. Яғни бұл тура емес теңсіздік. 0 кіші 27-ден бұл бізде тура теңсіздік. Келесі 27 артық 27 қосу 1-ден. 27-ге 1-ді қосқанда бізде 28 болады. Сонда бұл тура емес теңсіздік болады. 6-шы есеп. 5 саны қай теңдеудің шешімі? Жауабын дұрыс тапсаң, Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшыны білесің. Бірінші теңдеуді шығарып аламыз. Бірінші теңдеу бізде b бөлу 5 тең 8. b-ны табу үшін, яғни бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәніне көбейтеміз бөлгішті. Сонда бізде 40 шығады. Тексереміз. 40 бөлу 5 тең 8. 8 тең 8 болады. Келесі теңдеу 7 көбейту a тең 21. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәніне бөлеміз белгілі көбейткішті. Сонда бізде 3 шығады. Тексереміз. 7 көбейту 3 бізде 21. 21 тең 21. Келесі теңдеу x көбейту 9 тең 45. Бұл жерде белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәніне бөлеміз белгілі көбейткішті. Сонда мәні 5-ке тең болады. Тексереміз. 5 көбейту 9 бізде 45. 45 тең 45 болады. Келесі теңдеу 35 бөлу с тең 5. Бұл жерде белгісіз бөлгіш. Яғни бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Сонда бізде 7 болады. Тексереміз. 35 бөлу 7 тең 5. 5 тең 5. Жауабы сонда Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшы бізде Бекзат Саттарханов. Яғни мәні 5-ке тең болған осы теңдеу екен. X көбейту 9 тең 45 теңдеуі екен. 7-ші есеп. А нұсқасы. Теңдеулерді шеш. X көбейту 5 тең 25. Бұл жерде белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтінің мәніне бөлеміз белгілі көбейткішті. Бізде 5 шығады. Келесі теңдеу b бөлу 2 тең 8. Бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәніне көбейтеміз бөлгішті. Сонда бізде 16 шығады жауабы. Келесі теңдеу 3 көбейту a тең 15. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәніне бөлеміз белгілі көбейткішті. Сонда жауабы бізде 5 шығады. Келесі 20 бөлу с тең 4. Бұл жерде бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөлеміз бөліндінің мәніне. Сонда жауабы 5 шығады. Енді есептің ән нұсқасын шығарайық. Тура теңсіздіктерді тауып жаз дейді. 66 бірлік кіші 37-ден дейді. Бұл бізде тура теңсіздік емес. Келесі 4 дециметр 3 сантиметр үлкен 42 сантиметрден дейді. Яғни бұл бізде тура теңсіздік болып табылады. 43 сантиметр үлкен 42 сантиметрден. Келесі 75 қосу 9 бізде 84 үлкен 85 көбейту 1-ден дейді. Яғни 85-тен бұл бізде тура емес теңсіздік. Келесі 54 бөлу 1 бізде 54 шығады. 54-тен 6-ны азайтсақ 48 шығады. Яғни 54 артық 48-ден дейді. Бұл бізде тура теңсіздік болып табылады. Осы екі тура теңсіздіктерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сабаққа тіркелуді, лайк басуды және комментарий жазуды ұмытпаймыз.